Жамангарин Алтай Исламғалиұлы 1958 жылы 4 сәуірде Сырым ауданы Алғабас ауылында дүниеге келген. 1965-1975 жылдары Сырым ауданы Бұлдырты ауылында орта жалпы білім беретін мектебін аяқтаған. 1975 жылы Орал қаласы Пушкин атындағы педагогикалық институтына оқуға түсіп, 1982 жылы география, биология пәндері бойынша мамандығын алған. 1982 жылы тамыз айында алғашқы қызметін Қаратөбе ауданы Шөптіккөл орта жалпы білім беретін мектебінде бастап, 1984 жылы Қаратөбе ауылы Мұхит орта жалпы білім беретін мектебіне ауысып жалғастырған. 1985 жылы Батыс Қазақстан облысы Ішкі істер басқармасы Қаратөбе ауданының полиция бөлімінде аға комендант лауазымынан бастап, 1988 жылға дейін қызмет атқарған. 1989-1994 жылдар аралығында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне қарасты Қарағанды қаласындағы жоғарғы милиция академиясын оқып тәмамдаған. 1988-1993 жылдар аралығында Қаратөбе ауданының полиция бөлімінде учаскелік милиция инспекторы, 1993-1995 жылдарда аға кезекші инспекторы, 1996-1997 жылдары аға жедел уәкіл қызметін атқарған. 1998-2002 жылдар кезеңінде Батыс Қазақстан облысы Ішкі істер басқармасы 9-шы басқармада аға жедел уәкіл болып әртүрлі қызметтер атқарған. 2002-2004 жылдар аралығында Ақсай қаласында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасында қызмет атқарып, 2004 жылдың 30 сәуір күні зейнет жасына келуіне байланысты 25 жыл аға адал қызметін атқарып зейнеткерлікке шыққан. Ішкі істер органдары саласында қызмет атқару барысында өз қызметіне адал, шыншыл, батыл, қоғамды қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстың алдын алу, болдырмау мақсатында ішкі істер саласында орасан үлесін қосқан полиция қызметкерлерінің бірі, сонымен қатар ақылшы тәлімгер. Зейнеткерлікке шыққаннан соң өзінің еңбекқор адам екенін көрсетіп, 2004-2006 жылдар аралығында Валют Транзит банкі ішкі қауіпсіздік басқармасы бастығы лауазымын атқарған. 2007-2011 жылдар аралығында банк центр кредит мекемесінде қауіпсіздік бөлімінің бас маманы, 2013-2021 жылдар аралығында Альфа банк мекемесінде әкімшілік шаруашылық бөлімінің басшысы қызметін атқарған. Жұбайы Роза Берік қызымен 1984 жылы отау құрып, 2 қыз, 1 ұл тәрбиелеген. 40 жыл өнегелі отбасы, бақытты жанұя болып, жиен немерелерінің сүйікті атасы атанған. Алтай Исламғалиұлы ағайын тума, құда жекжат, достары арасында беделді, сыйлы және өте құрметті азамат болды. Әрқашан аға інілеріне, әпке қарындастарына қамқоршы болып, бауырларының өміріне үлкен үлес қосты. Алтай Исламғалиұлы біздің жанымызда мәдениетті, шыншыл, көңілді, адамгершілігі мол азамат ретінде қалады. Көздегі күңіренген күнде мұңаямды өкпелеймін кімге, келем үнсіз аңдамай, өкініш пе бұл қалай жеткізбейтін арман-ай, өтеді өмір жалған-ай амал бар ма өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырыңа ересің, ай өтеді сымырай жалған өмір.
қалай қалай өтіп өмір жалған ай әуресіне салған ай амал бар ма өмір осылай сынағына көнесің тағдырыңа ересің ай өтеді зымырай жалған өмір ай
Қайран әке жастығын тез орлатқан, мойым айнала шаққан. Көңіліме нұр құйып көзімді ашқан, жол сілтеп болан шаққан. Айтқан ақыл салмақты сөзің мақтан, бастаған парасатқа. Жүрміз әлі жан әке өзің жаққан, жылынып солы шаққа. Бақытыма бастар таңым, жылы шырап жылы шуақ шашқан таңым. Көркі болған жақсы ортаның, әкетайым арқа сүйер асқар тауым. Қайран әке жаны жас сөзі көктен, жүруші көбер келе. Қалдым бүгін жақсының көзі боп мен, ер жетіп тегер терек. Тағдырына ұл қызын төзім еткен, жаратқан берген көмек. Жүрміз әлі жан әке өзің еккен, еменді көлең келе. Бақытыма бастар таңым, жылы шырап жылы шуақ шашқан таңым. Көркі болған жақсы ортаның, әкетайым арқа сүйер асқар тауым. Асқар тауым. Бақытыма бастар таңым, жылы шырап жылы шуақ шашқан таңым. Көркі болған жақсы ортаның, әкетайым арқа сүйер асқар тауым. Айтқан ақыл салмақты сөзің мақтан, бастаған парасатқа. Көңіліме нұр құйып көзімді ашқан, жол сілтеп бола шаққан.